Армысыздар, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш. Ассалаумағалейкум қара орман халқым. Міне Серікжан Біләшұлымен онлайн сұрақ жауапты бастаймыз. Міне бізбен бірге болыңыздар. Мынау бүгінгі сұрақ жауабымызды ютубтегі Атажұрт Қазақи мен Райтс USA ақш арнасы мен инстаграмдағы Серікжан сызықша Біләш сызықша USA арнасында қатар жүргіземіз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше бастадық. Сұрақтарыңызды әлгінде 8-ші және 7-ші онлайн сұрақ жауапта қойып үлгермеген сұрақтарыңызды қойыңыздар. Мен оқып қайталап бұдан бұрын айтылып кеткен сұрақтарға жауапты бермеймін. Себебі қайталай сөйлей беру ол да дұрыс емес. Менің бұрынғы сұрақ жауаптарымды естісеңіздер, өздеріңіздің қойған көп сұрақтарыңызға жауапты содан таба аласыздар. Ал бастайық енді. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Бүгін мынау менің бүгінгі сөйлеген 9-ші лекциям ба, 10-ші лекциям болады. Мен таңнан бері лекция сөйлеп келе жатырмын. Бүгін бір шабытты күн болды. Ендеше осы шабытты күнде шабытты түрде сұрақтарыңызға жауап беріп тастайық. Ал бастайық. Түнде кеш жатады екенсіз дейді. Иә, ұйқым аз адам. Бұрыннан бала күнде солаймын. Ұйқым өте аз. Ал қандай сұрақтарыңыз бар? Сізге Алла разы болсын, еңбегіңіз жемісін көріңіз дейді. Жарайды, жемісін бәріміз көрейік. Құдай қазақ халқын бір ашық, демократиялы, еркін, ашық сайлау болатын тұтас қазақ бақыттан бас айналып жүрген, тұтас қазақтың кредиті жоқ, әр қазақ миллионер болған, қазақтың жастары бүкіл дүниенің ең озық білім ордаларында оқитын, қазақ сондай бір өскен, өркендеген елге айналатын күнді көруді несіп қылсын. Қазақстанға қашан келесіз дейді. Қазақстанға менің өміріме қауіп төнбеген кезде барамын. Басқа тағы не айтамын? Алдыңғы осы онлайн сұрақ жауаптың 8-ші кезінде де осы сұраққа жауап берген. Ассалаумағалейкум аға дейді. Уағалейкум ассалам Серікбай. Соғыс қашан бітеді дейді. Соғыс Путин өлгенде немесе Путин тұтқындалғанда бітеді. Путин өлмей, айналасындағы елге тыныштық жоқ. Қазақстан үшін де Серікжан аға, қырғыз өзбектерге біз сияқты Ресей тарапынан қысым жоқ па? Қырғыз бен өзбек Ресеймен шекараласпайды ғой. Баяғыда қазақтар Ресеймен 200 жылға жуық соғысып жатқан кезде қырғыз бен өзбек сол қазақтармен соғысып әбден Орта Азияны бірақ жаулағанда келіп қырғыз бен өзбекті жаулап алды. Ал оғанға дейін олар Ресеймен орыстың қандай екенін де көрген жоқ. Ал қазақ даласы сол кезде Каспийдің ар жағында, қазір қалмақтар жасаған жер, Оралдан тартып, Кавказдың тауынан кесіп өтіп, одан бүкіл мына Семейге, Өскеменге дейін алып барып, содан оңтүстікке келді. Содан барып оңтүстікте қырғыз бен өзбекті жаулады. Сондықтан қырғыз бен өзбек, орыспен тіке шекарасы жоқ. Тіпті өзбектің Қытаймен де шекарасы жоқ. Сондықтан мынау олардың орыспен саясаты біздің қазаққа қарағанда әлдеқайда басқа. Қазақтар оларды сыртынан қорғап тұр ғой, былайша айтқанда. Өзі қаласын қаламасын, өз еркімен болсын болмасын, Орта Азияны қазақ қорғап тұр. Мына жердегі сұрақтарыңызды айтыңыздар. Орыстар Қазақстанға келіп, Яместер карта жасатып жатыр. ақш Ресейге көмектескенде санкция салам. Қазақстан санкцияға ілініп кету қаупі өте жоғары. Кез келген уақыт ілініп кетеді. Кез келген уақыт ілініп кетеді. Себебі Қазақстан билігіне санкция салудың көп шарттары толып тұр. Бар болғаны кешегі менің Тоқаевке батыс қашан шүйлігеді деген лекциямызды тыңдасаңыздар, неге қазірге дейін Қазақстанға санкция салынбай тұрғандығын толық түсінесіздер. Сек ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сізге видео жібермедім, неге ашпайсыз дейді. Өкінішке орай, мен инстаграмды қарап үлгермеймін, айналайын. Сіз видео жіберсеңіз, ең жақсы Фейсбуктың мессенджеріне жіберіңіз.
мына инстаграмдағы видеоларды қарап үлгермеймін. Қарап тек қана осы эфир сөйлейтін кезде ғана қараймын. Сеніге рахмет дейді, өзіңе рахмет. Халық террорист емес деген қаңтар оқиғасы қайта көтеріле бастады дейді. Иә, өте жақсы. Қазақ халқы саяси сауатты бола бастады. Ал тағы басқа қандай сұрақтар бар? Соғыс қашан болады? Соғыс болмаса халық оянбайды. Соғыс болмай ақ қойған дұрыс. Бірақ соғысты халық бастамайды, сол диктаторлар бастайды. Бізде интернет өшсе сатқын билік Қытайға қосып жібермей ме? Иә, ол да әбден мүмкін. Қытайдың интернет моделі Қазақстанда жасалып жатыр онсыз да. Huawei бүкіл қазақ интернетін бақылауда ұстап отыр. Бүкіл телефон, интернет, бүкіл хат-хабар Қытайдың бақылауында. Бүкіл сергек Қытайдікі, Қытай көріп отыр. Қазақстанда кім қай көлікпен қайда жүр, кімнің көлігі, жігіттерге ашығын айтайын, көлігіңіз түнде қай келіншектің есігінің алдына көбірек тоқтап жүр, соның бәрін Қытай көріп отыр. Бопсалаймын десе осыменен ақ бопсалайды. Бүкіл Қытайға беріп отыр. Енді Ресейді интернеттен, халықаралық интернеттен үзеді Америка деген сөз бар. Егер үзсе, Қазақстанның да интернет үзілуі мүмкін. Сол кезде Қазақстан Қытайдан интернет алуы мүмкін. Біздегі Қазақстанның ішіндегі оппозиция болып жүрген сымақтармен бірігіп өнімізді шығарсақ қалай болады? Дұрыс па, бұрыс па? Мәселе, сіз кіммен біргесіз, Дүйсенбай? Қандай оппозициясы ма? Маймыл? Мамай ма? Жоқ, Әлтай маймыл ма? Жоқ, ане біреу бір көк көз шегір біреу шықты ғой, Боқай ма, Санжар ма біреу деген. Бұның бәрі маймыл, кландардың ойыншығы. Санжар Боқай кеше Алматы қалалық ішкі саясаттың бастығы болып, бүкіл сол телеарналарға цензура жүргізгеннің біреусі. Аяқ астынан өтірік оппозиция болып шыға келді. Бұның бәрі кландардың ойыншықтары. Тағы қандай сұрақ бар? Тағы қандай сұрақ бар? Путин құлай ма? Ол енді Еуропа мен Американың қолында. Доллар түсіп жатқан жоқ, теңге құнсызданып жатыр, соны біліңіздер. Шек ассалаумағалейкум, алла риза болсын сізге, мүмкіндік болса жиі шығыңызшы дейді ютубқа. Иә, бүгін бір күн міне таңнан бері мынау 9-шы ма 10-шы лекциямды сөйлеп жатырмын. Жиі шыққан деген енді осындай болар. Қазақ интернет әлемінде мен сияқты жиі шығатын қазақ жоқтың қасы ғой деп. Білмеймін, басқаларда шықсын енді, мен жалғыз өзім сарнай бермеймін. Украинадан үй сатып алып, азаматтығын алсам дейді, бізде үй қымбат. Жарайды, Украинаға барып соғыс, еңбегіңді сіңір. Украинаға барып соғысқан әрбір қазақ ата бабамыздың кегін алған қазақ. Міне қазірге дейін мен 2 қазақты білемін, Украинаға барып соғысып жүрген орыс тілді қазақтар екен, мейлі қай тілді болсын. Украинаға барып орысқа қарсы бір оқ атқан қазақ, ол жаратушы Құдайдың рахымына бөленген, мейіріміне бөленген, екі әлемде де жүзі жарық қазақ. Егер кімде-кім Украинаға барып, орыс басқыншыларына қарсы оқ атса, ол шын мәнінде біздің ұрпақтан ұрпаққа сыйлайтын қазағымыз. Сондықтан азаматтар Польшаға ұшып барыңдар, Польшаның елшілігіне барып виза сұраңдар, электрондық виза сұраңдар. Польшаға барып, Польшаның шекарасы арқылы Украинаға барып, Украинаға жаңағы көмектесіңдер. Егер Қазақстан жерінен ұшақтарды білмеймін, егер Киевке ұшақ ұшып жатса, ұшып барып, Украина мен Қазақ ортасында 3-4 ай визасыз соғысқа барамын деп, мынау Украинаның Қазақстандағы елшілігі бар, Астанада елшілігі бар, Алматыда консулдығы бар, сайттары тұр. Украинский посольство в Казахстане деп іздесең шыға келеді. Орысша білмейтін, менің өзім орысша сөйлеп кеттім. Сөйтіп жазып, қалай мен Украинаға ерікті болып соғысқа қатынасам десеңіздер, соның бәрінде жауаптарын береді. Мына жерде дейді, Айдын Жақсыбаев дейді, оттаған әңгімені қашан доғарасыз дейді. Айдын, тыңдамасаң болды ғой сен. Психикалық аурусың ба? Менің сөзім ұнамаса, шығып кет, болды. Өстіп оны жазып саусағыңды нетіп. Қайтесің енді? Кембіден тапсырма алдың ба, Қытай құлсың ба, орыс құлсың ба, мені жек көресің ба? Енді ертең осы сөзің үшін 10 жылға соттаймын ғой мен сені. Айдын Жақсыбаев, мен сені 10 жылға соттаймын осы сөзің үшін. Немесе сені 1-2 жыл психбольницаға қамаймын.
Сен егер мені ұнатпасаң жай адам ретінде тыңдамай кетіп қал. Ал егер арнайы түрде кембінің тапсырмасын орындайтын титушка болсаң, не орыс құл, не қытай құл болсаң, не же қазақ ұлтшылдарына қарсы бұдан басқа істерің дәлелденіп, интернетіңнен, бүкіл телефоннан, IP адресіңнен, ертең бүкіл Инстаграм, Ютуб, Твиттер бәріне тапсырма беріп, бүкіл сенің IP адресіңнен осыны анықтап шықса, онда сотталасың айдын. Сондықтан маған қарсы жазу жазған әрбір қазақ жазатын кезде ойланып көр, ойланып барып істе. Мен ескертіп тұрмын. Ертең соттың түрменің ар жағында отырып, еңіреп жылап, аға ескертпедіңіз ғой деме. Ертең қай қазақ Қытайдың шпионы болды, қай қазақ орыстың шпионы болды, қай қазақ Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің титушкасы болды. Жоқ, сен жай ғана өзің албатып жүрген есек бас біреу болып жек көріп жазып отырсың, оның бәрін анықтаймыз. Сондықтан мейлі Қытай құл бол, мейлі орыс құл бол, мейлі кембінің құлы бол, ертең осы сөзің үшін жауап бересің, 10 жылға отырасың. Жоқ, жай бір есерсоқ миыңды есек теуіп кеткен есек болсаң, кем дегенде психбольницаға 1-2 жыл қамап, миыңдағы есек теуіп кеткеннен қалған жараны жазып, сосын барып қалыпты адамға айналған соң қоғамға жібереміз. Ертең біз тұтас қазақ қоғамын емдейміз, тұтас қазақ қоғамын дұрыстаймыз. Барлық отарлық жүйеден қалған, барлық оңбаған мына Айдын, Жақсыбаев сияқтыларды, егер шынында сен бір Қытай үшін, орыс үшін жұмыс істейтін агенттер болсаң, бәрің аман қалмай, бірің аман қалмай сотталасыңдар. Міне. Айдын, егер сен жай бір қырсықты қазақ болсаң, шығып кете ғой. Тағы қандай сұрақ бар? Тағы қандай сұрақ бар? Мына Инстаграмдағы сұрақты қарайған. Доллар рубльге ауыса ма дейді. Қазір Ресей бүкіл әлем бойынша дағдарысқа ұшырап жатыр, олигархтардың бір дағдарысқа ұшырап жатыр. Ресейдің бүкіл мынау Сбербанк Россияның акциясы 1 центке түсіп қалды. Шетелдегі олигархтардың яхталарынан тартып бүкіл триллиондаған долларлар мұздатылып жатыр. Енді Ресейдің бүкіл шетелдегі ұлттық банкінің ақшасынан тартып, бүкіл ұлттық компаниясының ақшасын мынау Украинадағы қираған қалаларды қалпына келтіруге, Украин халқына береміз деп Еуропа мен Америка осы мәселені талқылап жатыр. Демек, 30 жыл бойы Путиннің және оның айналасындағылардың ұрдаған ақшасының бәрі айналып келіп украиндардың пайдасына шешілген тұр. Сондықтан мына Путин ызадан, күйіктен Украинаның қаладарын атқылап жатқаны да содан. Себебі олардың бәрінің ақшасы шетелде тұр. Ертең Ресей міне 100 жылға артқа шегінді, ертең Ресейдің күні қиын болады. Орыстар сол алқаштықтың 77 әкесін қайтадан табады, сол бүкіл қызы заңсыз түрде шетелге жезөкше болып қаңғиды, жастарының бауыр бүйрегі қара қол рекеттердің жаңа ойыншығына айналады. Сонымен сол контрабанда, адам ағзасы саудасы, есірткі саудасы, жезөкше саудасы Ресейде асқынады. Ресей қысқасы бітті, құрыды. Тағы қандай сұрақтар бар? Түркиядағы келіссөздер туралы айтып қойдым. Серікжан аға, демократиялық ел болғанда сіз сыртқы істер министрі болыңыз дейді. Ай, рахмет, жарайды. Болам, бірақ 4 жыл болам. Халық сайласа болам. Халық сайламаса өстіп лекциямды сөйлеп жүре берем. Және осыма мен өзім қатты разымын. Ал егер халық сайлап министр бол деп қойса, онда 4 жыл отырам. Жабысып 40 жыл отырып алмаймын. 100%. Уәдем уәде, ант су ішемін. Алғасеке, осы бағытыңнан қайтпа, қолдаймын сізді дейді ұлан. Жақсы, рахмет ұлан. Сәке, кеше Ердоған Өзбекстанға барды, оған не айтасыз? Жақсы, палау жеп қайтсын. Өзбек пен түріктің арасы онша жақсы болмай жүрген, ана бұрынғы Каримов диктатордың кезінде. Енді арасы жақсы болса, түбі бір түркі баласы берекелі болса, жаман болмайды. Жақсы. Енді мынау кім еді? Қазіргі Өзбектің қазіргі басшысы кім еді?
өзі анау бір пешті жағып, үстіне дәу қазан қойып, ағаш отын жағып, палау пісіріп бір фотосын салған ғой баяғыда мына қазіргі президент. Сәбізін көп қылып Ердоғанға демелеп палау басып берсін. Болды, басқа не айтамыз. Сәке, ендігі жылы сайлау, халық сізге сенді, сізді қалайда сайлауға қалай қоса аламыз дейді. Алдымен Тоқаевты құлатып алайықшы. Тоқаевты тас-талқан қылып құлатып, Назарбаевты үрім бұтағымен, кландарымен тырқыратып қуып түрмеге салып, содан кейін сайлауды асықпай өткізейік. Жарай ма? Сіз президент болыңыз дейді. Ай, ондай арманым жоқ. Менің бүкіл мақсатым Қазақстанда парламенттік республика жасақтау және қазақ халқының саяси сауатын көтеру. Сондықтан мен сондай бір мәнсапқа бірдеңеге қызығып тұрған жоқпын. Енді саяси салада сауатты азаматтар менсізде жетеді. Біздің мақсат мына сұмырай, мына қазіргі билікте отырған Сәбеттен жалғасқан Назарбаев жасақтаған Тоқаевқа аманаттап кеткен мына қалың ұры, қарақшы, мына өтірік суайт, қазақтың қан теспей соратын қалың министр, депутат, Назарбаевтың кланы, туыс туғаны, үрім бұтағы, Тоқаевтың кланы, үрім бұтағы, солардың барын тырқыратып түрмеге тығу, сосын қазақ халқына шынайы азаттық жеткізу. Менің мақсатым сол, басқа арман жоқ. Ал тағы қандай сұрақтар бар? Сараптауларыңыз. Міне жерде сіз тыңдамай ақ қойыңыз, мен сізді блоктай салайын. Мына не дейді? Сізді міне жерде тағы біреу қыңыр қисық сөйлепті. Мен блоктай салам, болды сол. Ассалаумағалейкум. Ержан Тұрғынбай Әбіләзовпен топ құрамыз деген едіңіз ғой, келісе алдыңыз ба дейді. Біз Ержан Тұрғынбай, Мұхтар Әбіләзов, Серікжан Біләш, біздің ниетіміз бір. Біздің мақсатымыз Қазақстанда саяси тың жаңалық әкелу. Біздің үшеуміздің ойымыз бір, жауымыз бір. Барлығымыз да сол парламенттік республика құру ниетіндеміз. Енді біздің мақсатымыз Қазақстан қоғамынан Қазақстан оппозициялық одағына қосылатын, яғни Ержан Тұрғынбайға, Серікжан Біләшқа, Мұхтар Әбіләзовқа, осы үшеуіне қосылатын 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші, ары қарай кете береді, 9-ші, 10-ші, 11-ші, 100-ші қазақтарды күтіп отырмыз. Сондықтан біз Ержан Тұрғынбай мен Мұхтар Әбіләзов пен Серікжан Біләшті сіздер бір деп санай беріңіздер. Міне. Ассалаумағалейкум дейді. Уағалейкум әссалам. Мұхаммед Исраилов дейді. Ассалаумағалейкум. Кыргызстандан Байке, Орта Азияны президенттері жөнінде айтыңызшы, сұраныч дейді. Қырғыз бауырым. Уағалейкум әссалам. Орта Азия президенттері ішінде жалғыз халық сайлаған президент сол Қырғыздың президенті. Өзбектің президентін оны Каримовтың кезінде қойып кетті, оны Путин қойып кетті. Қазіргі президенті де сол Каримовтың ізбасары, оны халық сайлаған жоқ, әділ сайлау болған жоқ. Тоқаевты Назарбаев қойып кетті, сен ертең тағыңды босатасың, немесе өтірік өліп қаласың, өтіріктен жаңағы ауырып қаласың, сосын Дариғаға бересің деген планмен қойып кетті. Назарбаев Дариғаны тіке орнына қойып кетейін десе, халық көтеріліп кетеді деп, ортаға өтіріктен Тоқаевты қосып, сосын Тоқаевты өтірік өлтіріп, немесе өтірік ауыртып, сосын Дариғаны сақ еткізіп қоя қояйын дегенде, ортадан Путин ойнап кетті де, сол Назарбаевтың жоспары іске аспай қалып, Тоқаев сол беті қалып қалды. Тоқаев қазір Путиннің басыбайлы құлы, құлақ кесті құлы. Сондықтан Тоқаевты да қазақ сайлаған жоқ. Ал үшіншісі мына Түркменнің анау шизофрен жарымес есек бас диктаторы, әне біреу бұрынғы Түркменнің бірінші президенті, бірінші диктатор Есекбастың орнына Путин мынаны әкеп қойды. Ал бұрынғы Түркменнің президенті оны Путин өлтірді, у беріп өлтірді. Мына президентті оны Путин қойды. Сен осы Түркменді басқар, мынау бет төкті, бәрімізді масқара қылды деп. Бұлардың бәрі сонымен ауырған. Мынау Назарбаевтың мына қаңтар қырғыннан кейін қазақтар
қалай Назарбаевтың тасталқанын шығарғанын көріп бұл шошып, аны жалма-жан ұлына тағым берді. Оның ұлын да ешкім сайлаған жоқ. Жаңағы ұлының аты Сердар ма бірдеңке. Сосын анау мерзімсіз мезгілге еңбек демалысына ұлынан рұқсат алып ана шизофрен кетіпті. Ол да бір жүрген есекбас, оның ұлы да сол таққа сол отырған, ол да бір есекбас. Бұл да жаңа халық сайлаған жоқ. Орта Азиядағы бұл халықтардың бұның бәрі былайша айтқанда бұл Құдайдың бір мейірімі түспеген халық болды ғой. Ал енді Тәжікстанның президенті ол туралы айтудың да өзі аса артық. Ол жерінің 40%-ын Қытайға сатып болды. Ана Горный жаңағы Таулы Бадахшан өлкесін бірақ беріп болды. Қытайдың армиясы тұр қазір Тәжікстанда. Қытайдан қарызды да. Мына Орта Азиядағы елдердің бәрі диктаторлық жүйе. Біреуін халық сайлаған жоқ. Жалғыз ғана Қырғызстанда мынау Қырғыздың президенттерін халық сайлап отыр. Енді мына қазіргі Қырғыздың президенті тым орысшыл, тым мәскеушіл. Ол сол өзі Қытайдан келген қырғыздың баласы екен. Қытайдан көшіп келген Қырғызстанға сол қырғыздың баласы екен. Тіпті мынау Қытайда Іле Қазақ автономиялы облысындағы мынау текес жақтың қырғыз екен әуелі. О жақтың қырғыздар деген қазақпен қыз алып, қыз беріп, Бәленбай баласының шешесі қазақ, Түгенбай қызын қазаққа берген, келіні қазақ, күйеу баласы қазақ болып кеткен қырғыздар олар. Енді мынау өз тағына шығар шықпастан мәскеушіл болып сөйлеп кетті. Енді бұны да жақсы болып қырғыз халқы үшін жақсы жұмыс істесе, қырғыз халқы оны орында тұрғызар. Бірақ бұны диктатор қылып алмаңдар. Бұны еркінсітіп, бұны мәскеушіл қылып, Мәскеудің дегеніне жүргізтіп қоймаңыздар. Егер жақсы болса көрерсіздер, жаман болса жұлып аларсыздар. Мен қырғыз халқына сенемін. Қырғыз халқына құрметім ежелден артық. Әсіресе мынау қырғыздар Қытайдағы қырғыз бауырлары тұтқындалғанын ести сала, жаңағы Қытайдың қырғызда алтын кен ашатын жұмысшыларын тырқыратып қуған күні Қытайлар шошып кетіп, қырғызда түрмеде отырған 50 мың қырғызды босата салды. Міне сол ерлігінен бастап мен қырғыз халқына құрметім ерекше. Сол қазақтар сол Қытайда 500 миллион қазақ қамауда отыр дегенде, ана сол күні түні Қытайға барып концерт өткізіп ақша тапқан әнші-мәншінің бәрі үнсіз қалды, Құдай ұрғанда. Анау жайшылықта қаңылтыр кеудесін қаңғырлатып, қалқым қасағым дейтін ақын жазушының бәрі үнсіз қалды, Құдай ұрып. Міне 5 жыл 6 жыл зарлап жүргенде бір әншіміз әрең бір тал ән шығарып еді, Шекара деген Ұшқын Жамалбек. Енді ол әнді Қытайда тыйым салып, ол әнді бір-біріне таратқан, тыңдаған, телефонына сақтағанның бәрі сотталып жатыр екен. Міне қырғыз халқы аман болсын. Орта Азияның бүкіл басшылар туралы айтып болды. Менше сұрағыңызға жауап беріліп болды. Тағы қандай сұрақтар бар? Тағы қандай сұрақтар бар? Инстаграм жақсы екен. Мына Инстаграмдағы жазулар бітеп, қолмен жылжытып отырып оқиды екенсің. Мына YouTube өзі қашып кетеді екен. Инстаграмда тағы қандай сұрақтар бар? Қазақстандағы имамдар жайлы. Мен оны айтып қойдым. Оның көбі нұр имамдар. Енді әрине былғанбаған, таза дінмен берілген, таза тақуа, Құдайдан қорқатын имамдар жоқ емес, бар. Бірақ анау жоғар жағында тұрған, дөңкитіп, дәу джип мініп, бәленбай жерден тойхана, ресторан ашып, бәленбай жерді алып, 4 тоқал алып, 4 тоқалына 4 коттедж, 4 квартира алып беріп, 4 джип алып беріп, шалқып жүрген тура ана дәу мешіттердің дәу имамдары, дәу мәшине мініп жүрген ол имамдардың бәрі нұр имамдар. Олар бұл дүниеде имам, бірақ ол дүниеде олар енді Алланың әділ сұрағына душар келетіндігі анық. Ешкім қашып құтылмайды олар ондай сұрақтан. Жалпы бұл дүниелігін ғана ойлап жүрген имамдар көп. Біз оларды нұр имамдар дейміз. Сондықтан мына қаңтар қырғынында қор болған, мүгедек болған, ұрған, ауру болған, қазір емделейін десе, операция жасайын десе, ақша таппай отырған бәленбай адам бар. Сол адамдардың бәрін біз мына ақпараттарын жарияладық. Осы алда ораза айы келетінде
біз солардың барлығының жеке есепшоттарын жариялаймыз. Әрқайсының жеке есепшотын жариялаймыз. Сондықтан мына пітір садақа беретіндер сол анау әбден қарны тойып дәу жиіп мініп шетірейіп шенделіп жүрген мешіттің дәу мешіттердің дәу имамдарын байыта бергенше сол нағыз қаңтар қырғынында қор болғандарға арнап садақа беріңіздер, пітірлеріңізді беріңіздер. Тіке бетінен танысаңыздар барып қолдарыңызбен беріңіздер. Ал сосын тағы бір жерде бір нәрсе айтамын. Ешқандай делдалдық ұйымға ақша бермеңіздер. Біреулер жиып сол мұқтаж адамдардың өздеріне беріңіздер. Және біз солардың сол мұқтаж адамның өзінің атындағы, жұбайының атындағы есепшоттарын жарияласақ, соған беріңіздер. Кім екенін біліп тексеріп барып беріңіздер. Ортадан осындай кезде делдалдар пайда болады. Аталмыш содан жиып алып олар береміз дейді. Ол оның қаншауын береді, Құдай біледі. Сондықтан шынайы мұқтаж адамдар жылап еңіреп видеоға шығып, қаңтар қырғында мүгедек болған, қор болған, таяқ жеген, операция анау мынау жасатайын десе ақшасы жоқ болғандарға тіке көмектескендеріңіз абзал. Міне, анау пітір садақа дегеннің бәрін мешітке беру міндет емес. Ол міндет емес. Мұқтаж адамға тіке беру, ол өзіңізге ол көбірек сауап болады. Мынау халықтың басына ең ауыр күн туған кезде халық жаққа шыға алмаған имамдарды, халық үшін сөз айта алмаған имамдарды 30 жыл бойы елбасы жасасын деп Назарбаевқа дұға жасаған имамдарды, ол сол Назарбаевтың өмірін ұзартуға, соның сол парақор, іріп-шірген, ұрғары, қарақшы жүйесінің 30 жыл қазақ халқын езіп қанауына еңбек сіңірген имамдарды Құдайдың қарғысына ұшырасын деп айтамыз да, оларды біз нұр имам деп ат қойып қойдық. Ал енді қарапайым ауылдағы, кедей ауылдағы жүдеу, жұпыны, өзінің бір ғана келіншегі бар, өзі де еңбек етіп, сол малымен жан бағып, не жерімен жан бағып, сол халықтың садақасымен қалт-құлт етіп күн көріп жүрген кедей имамдар бар. Олар жаңағы нұр имамдардың сапына жатпайды. Анау жоғары жақта жүрген кілең министрлердің ана ар жақта өліп қалған әкелеріне, аталарына дұға оқып жүретін өңкей шенді депутаттардың жаңағы баласын сүндеттейтін ондай мына уип имамдарды, оларды имам демейміз, оларды нұр имам дейміз, шайтан имамдар дейміз оларды. Тағы не сөз бар? Жақсы, 27 минут сұрақ жауапқа жауап беріп қойыппыз. Басқа сұрақ жауаптарыңызды сақтап ертең қойыңыздар. Таңбозынан менің өте маңызды саяси жүздесулерім бар. Сол саяси жүздесулерім мүмкін тез бітсе 1 сағат, созылса бір 2-3 сағатта аяқтайды әдетте. Сол жүздесулеріме менде демалайын енді. Адам баласымен шаршадым, көзімде кіртиіп тұр, түнгі сағат бәлем болды бізде. Ұйықтайық енді. Менде бір осы жер шарлықтар ұқсап ұйықтап көрейінші, ұйқының тәтті екенін сіздер біліп маған айтпай жүр екенсіздер. Ұйықтайық өзі. Жақсы, аман болыңыз. Баршаларыңызға амандық тілеймін. Бөлісіп, таратып, комментарий жазып, Алпыс апа 77-ге жіберіп, таныс біліс дос жарандарға үгітші насихатшы болыңыздар. Каналға тіркеліңіздер. Сіздердің әрбір таратқан еңбектеріңіз әрбір қараңғыда жатқан көзі ашылмаған көкірегі бітеулі қазақтың көзін ашсын, көкірегін ашсын. Сіздер таратуға жауапты болыңыздар, біз айтуға жауапты болайық. Қазақ саяси ағарса, саяси жағынан қазақ сауатты болса, мынау зұлым, қазіргі зұлым жүйеден де құтылып, бір әділ, бақытты, баяшатты өмірге де жетіп қалар. Ендеше сол үшін барлығымыз күресейік. Аман сау болыңыздар. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.